كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. Ораза берекесінде, Құрбан айт берекесінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының алдына айт намазын өткізу үшін шығатын еді дейді. فأول شيء يبدأ به الصلاة. Пайғамбарымыз ең бірінші сол айт күні орындайтын амал ол намаз еді дейді. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. Айт намазын оқып болған соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барша жиналған жамағатқа, сахабаларына қарайтын да والناس جلوس على صفوفهم. Барлық отырған кісілерге فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. Пайғамбарымыз оларға құтпа оқитын еді, уағыз айтып, насихат айтып, оларды жақсылыққа бұйыратын еді дейді. Міне сол үшін ең бірінші айт намазының, бұл мерекенің де ең бірінші ұлықтылығы да, оның бар берекесі де неде екен? Бұл мереке ең алғашқы Құдайға құлшылық қылып, айт намазын оқып, иншалла Аллаға тәубе, шүкіршілік жасап, дұға етумен басталуы да бұл мерекенің ерекшелігі. Хадисте келеді, айт күні періштелердің алдында пенделердің мақтан еткен Алла Тағала періштелеріне былай дейді екен: уа періштелерім, өз ісін атқарған қызметшінің ақысы қандай деп сұрайды екен. Сонда періштелері Раббымыз оның ақысын толық төлеуі деген екен. Сонда Хақ Тағала періштелерім, менің құлдарым оларға міндеттеген парызымды орындап, маған дұға ету үшін айт намазына шықты. Өзімнің құдіреттілігім, ұлықтылығым, жомарттығым, жоғары мәртебе және дәрежемменен ант етемін дейді Алла Тағала. Мен олардың дұғасын қабыл еттім. Кейін Алла Тағала айт намазы оқылғаннан кейін пенделеріне қайтыңдар, тарасыңдар, мен сендердің күнәларыңды толық кешірдім дейді екен. Құрмет жасау, ағайын туысқа барып, олардың үйіне барып зиярат жасау, қала берді тіпті көрші қолаңдарыңды, ауыл елді мекенді аралап, олардың осы айт мерекесімен барып, дастарханның ауыз тиюі, осындай бір керемет амалдарды бүгінгі таңда Алла біз үшін бұл жат амал емес. Тіпті айт күні 7 үйден бастап 40 үйге дейін айттаудың барлығы неден келіп шыққан дүние. Біз үшін осы айт күндерінде Осман баласының, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да айт күнде намазға келгенде, бір жолмен келіп, бірақ айттан кейін басқа жаққа жүріп кетудің мәнісі осында. Яғни үйіне бірден кірместен басқа да сахабалардың, басқа да мұсылмандардың жаңағы шаңырағында болсын, болмаса солар орталарына барып, осы мерекеменен бөлісуі. Оқимыз деп ниеттерін құбыла қарап, бар әзір тұрғандығы мен көріп отырмын. Мына жақтан да, сырттан да қаншама жамағаттар бар, тізіліп, сап түзеп, иншалла айт намазы оқуға әзір екендігін көріп отырмыз. Алла бұйырса, айт намазының тәртібін, жылда оқып жүрген тәртіп 2 ракағаттан тұрады. Әрбір ракағатта 3 мәртеден Аллаху акбар тәкбірін айту бұл міндетті. Айт намазының ерекшелігі де сонда. Бірінші 3 мәрте тәкбір айту ол қырағаттан алдын, Фатиха сүресінен алдын имам 3 мәрте Аллаху акбар деп қолын көтеріп 3 мәрте тәкбір алады. Одан кейін Фатиха Зәм сүресін оқып, руку сәжде жасап, 2-ші ракатқа тұрады. 2-ші ракатқа тұрғаннан кейін енді Фатиха сүресі, Зәм сүресі оқылғаннан кейін 3 мәрте тәкбір осы қырағаттан кейін айтылады. 3 мәрте Аллаху акбар деп қолды көтеріп тәкбір аламыз. 4-ші мәрте Аллаху акбар делінген кезде рукуға барып, рукудан тұрып сәжделер жасалып, иншалла айт намазын сәлемменен бітіреміз. Айт намазы оқылғаннан кейін айт намазының иншалла жамағатқа арнайы құтпасы оқылады. Құтпа оқылып, дұға жасалып, Құдай бұйырса